Сәлем қыздар. Бүгін сіздерге 3 түрлі печеньенің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ішіне арахис пен шоколад салынған. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осындай магазиннің печеньесін ұнатпайтын жандарға арналады. Біреуінде какао, біреуінде корица, біреуінде ештеңе салмадым. Тек қана шоколад пен арахис болады. Мынада енді корицасы бар, кішкене дәм беріп тұру үшін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен ерітілген сармайымызды бір ыдысқа саламыз. Шекер саламыз. Қанша грамм керек екені төменде описаниядан қарап алсаңыздар болады. Одан кейін 2 жұмыртқа саламыз. Миксермен араластырғаннан кейін шамалы ұн салатын боламыз, көп салмаймыз. Осылай 2 қасық ұн салғаннан кейін разрыхлителін саламыз. Содан кейін араластыратын боламыз. Арахисын, сосын шоколадын салатын боламыз. Содан кейін араластырғаннан кейін, содан кейін барып 3 бөлікке, 3 тәрелкеге салып аламыз. Біреуіне корица, біреуіне какао саламыз, ал үшіншісіне ештеңе салмаймыз. Ең соңында шамалдан ұн салып шығамыз. Бағана ұн шамал салдық қой, енді мында шамалдан ұн салып шығамыз. Енді какаоға ұнды шамал салсаңыздар жарайды. Какаосы бар тестіға. Мен кішкене көп салып қойдым, какаосы бар тестіға ұнды шамал салсаңыздар жарайды. Осылай қолмен иілеп жібереміз де. Кішкене қолға жабыспайтын әдемі тесті шығады. Тәрізді етіп домалақтаймыз. Содан кейін барып колбаса сияқты етіп кесетін боламыз. Я болмаса морозилкаға қатырып барып кессеңіздер болады. Мен шыдай алмай осылай жұмсақ күйінде кесіп тастадым. Менде кішкене қалың болып шықты. Бірақ морозилкаға салып қатырсаңыздар, онда кішкене жұқалау болып кесілетін болады. Осылай видеодағыдай мен сияқты формасы келтіріп противенге сала береміз. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк қойып отырыңыздар. Мен сияқты елей бұлай домалақтамай осылай салсаңыздар да болады.
Мына жерде какаоның тестісі көрініп тұрғандай, какаоға ұнды көп салғасын кішкене осылай кескенде тесті бөлініп жатыр. Менің қателігімді жасамаңыздар. Формасын осылай 4 бұрыштай түзесеңіздер де болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Духовкаға саламыз. 160-170 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне осындай болып шығады. Күшті. Ішінде арахисі, шоколады болса тіпті күшті болады. Шаймен күшті жүреді. Сіздерге видео ұнаған болса лайк қойып отырыңыздар. Алда тағы да рецепттер болады. Тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.